Армысыздар, менің есімім Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша бүгінгі шығарылым несие жайында болады. Мен арнайы барып заңгерден сұхбат алдым. Бұл сұхбатымыз 3 бөлімнен тұратын болады. Бірінші бөлімдегі шығарылым жалпы кәсіби банктың былықтары, сондай-ақ заңсыз комиссияны қайтаруға бола ма қазіргі таңда? Жалпы несиенің ең жоғарғы пайызы қанша болу керек? Және несие коллекторларға өтіп кетсе не істеуге болады? Осы және де өзге де сұрақтарға жауап беретін. Несие жайында айтып өтсеңіз, мысалы қазіргі таңда ай сайынғы қызмет көрсеткен үшін ұсталатын комиссия. Жалпы осы алынып тасталды ма, жоқ әлде қазір әлі де алынып жатыр ма банктер? Осы 2019 жылдың сәуір айынан бастап заңға закон о банках и банковской деятельности деген заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Соған орай комиссия за обслуживание займа қазір жоқ деп айтуға болады. Бір банк санамағанда әрине. Басқа банктердің барлығы осы 3 сәуірден бастап в одностороннем порядке дейміз ғой, бір жақты өздері клиенттерге SMS жіберіп алынып тасталды. Сол бір банк, жаңа Каспий банк, неге ол жаңа әлі де ұстайды? Өкінішке орай Каспий банктың ол комиссиясы заңсыз деп танылған жоқ сот жүзінде. Сондықтан да ол бір отдельный жаңағы услуга ретінде саналмағандықтан сот жүзінде ешқандай шешім жоқ. Жаңағы сол именно Каспий банктан. Сол үшін де олар жаңағыдай алған жоқ ол комиссияны. Сонда заң барлық банкке бірдей жүрмей ме не сонда? Заң барлық банкке жүреді, бірақ Каспий банктың кішкене несиелеу жүйесі басқа банктерге кішкене қарағанда басқашалау. Сондықтан да неге бұл банктен ол комиссия алынбады, шынымды айтсам білмеймін. Бірақ әзірге қазіргі таңда ең көп сұрақ қойылатын осы тақырыпта қойылады, және неге Каспий банкте ол комиссия әлі бар деген. Бірақ енді өкінішке орай ол жағын Ал оны жоғалту үшін мысалы адамдар арыз жазып өтуге болмай ма сотқа? Арыз жаздық, сотқа да бардық. Өкінішке орай жаңағы 3 инстанция деп айтамыз, ол районный суд, городской суд және де Верховный суд, жоғарғы сот. Өкінішке орай сол бірінші районный судтың шешімін өзгертусіз қалдырды. Сондықтан да өкінішке орай енді арзанғандар көп әрине, бірақ енді ешқандай өзгеріс болмағаннан кейін, ешқандай сот тарапынан ешқандай көмек болмағаннан кейін халыққа көп заңгерлер осы Каспий банк бойынша жұмыс істемейді. Демек, сонда Каспий банкқа ешқандай заң жүрмейді дейсіз ғой? Енді олай деп әрине айта алмаймын, бірақ енді қандай неліктен олай болып жатқанын шынымды айтсам білмеймін. Ал қазіргі таңда жаңағы комиссияларды қайтарып жатыр ма? Өкінішке орай жоқ, себебі қаулыдан кейін, ол 20 наурыздан бастап 2019 жылдың соттар халыққа арызданған халықтарға жаңағыдай отказ беріп бастады шешім. Егер сол шешімді жаңағы оған дейін шығарып жатқан шешімін одан кейінгі шешімді, яғни бірінші шешімде қанағаттандырса, комиссия өндірілсін банктен деп азаматтарға, екінші жағдайда қарайтын шешімге қарайтын болсақ, отказать деген шешімді, ол екеуі бірдей шешім. Енді бірдей шешім, бірақ енді жаңағы соңында соттың шешімі солай деп. Демек қазір заңгерлер жұмыс істемейді ғой ол комиссияны қайтару бойынша? Өкінішке орай жоқ, себебі не дейді, предмет иска отсутствует дейді ғой. Ол комиссия банктермен жаңағыдай өзара алынды, сондықтан да қазірде онда ешқандай ол комиссия бойынша өкінішке. Бір жыл бұрынғы одан кейінгі комиссиялар мысалы, қазір сол жаңағы банктен SMS келгенде сәуір айында
көп клиенттер таң қалды. Неліктен ай сайынғы төлеп отырған несиеміздің сомасы азайып қалды деп. Солай банкке барып жүгініп сұраса, осы ежемесячный комиссия заңсыз болған. Біз оны алып тастадық. Бірақ Каспибанктікі ғана тоқтаған жоқ. Жоқ, оныкі ғана алынған жоқ. Оныкі алынған жоқ, себебі соттың өкінішке орай шешімі жоқ ешқандай да Каспибанкке қатысты. Сондықтан ол комиссия, Каспибанктің ұстап отқан комиссиясы заңсыз деп танылған жоқ. Сондықтан ол банкте әлі бар, иә. Түсінікті, қызық екен, осы Каспибанкті зерттеу керек қой деймін. Жалпы Каспибанк жайында айтатын болсақ, тағы да несиенің ең жоғарғы пайызы қанша болу керек осы? 56%. Жылдық мөлшері, ГСВ деп айтылады. Ол ұлттық банкпен қойылған сома, оны біз ешқандай аспаннан ойлап тапқан жоқпыз өзіміз. 56%. 56% бұл банктерге арналған. Және де мынау шағын қазір несие беретін жаңағы заңды тұлғалар бар ғой, соларға 100%. 2018 жылдың 16 шілдесінен, егер қателеспесем, сол кезден бастап осылай микрокредиттік ұйымдар соларға 100% деп қойды. 100%. Демек 100 мың алсаң 200 мың қып қайтару. Бірге бірге. Банктер мысалы, бірақ та жаңа Каспибанкты айтатын болсақ, көбі маған комментарийда жазады, 1 миллион теңге алдық, енді 2 миллион қып қайтарып жатырмыз дейді. Бұл сонда 100% болғаны ғой. Енді ол жерде Каспибанктың жаңағы несиелеу жүйесі, кішкене жаңа айтып өттім, басқа банктерге қарағанда кішкене басқашалау. Әр клиенттің өзінің индивидуальный жаңағы несі болады, қалай айтсам екен, өзінің сол клиентке ғана жасалған условиясы болады, договор. То есть бәріне бірдей емес, сол клиентке ғана арналып. Және де көбінесе ол жаңа клиенттер қателесіп жатады. Кредитная карта, кредит наличными, жаңағы техника, потребительский кредит дейміз ғой бұлардың барлығын. Және де Каспибанкте бір ерекшелігі, кредит наличными алсаңыз, сіз егер қателеспесем 90 күн ғой деймін. 90 күн просрочкада болсаңыз, ол кредит наличным, яғни ақшалай алған кредитіңіз автоматты түрде кредитная картаға ауысып кетеді. Кредит наличными да кішкене пайызы төмендеу, ал кредитный картада кішкене жоғарылау. Соны клиенттер көбінесе түсінбей жатады. Ол тек қана жаңа Каспиде ма? Жоқ, басқа Каспибанкте. Каспибанкте ауысып кетеді. Иә, солай ауысып кетеді. Сондықтан көп клиенттердің шатасып жаңа түсінбей жататын сол, мен кредитный картаны алған жоқпын, мен ақшалай кредит алдым деп, ол автоматты түрде ол жағдайдың барлығы жаңа келісім шартта көрсетілген. Ал кредитный картаға ауысқаннан кейін ол қандай болады? Оның шарты қандай болады? Оның шарты енді мынау жаңағы 56%-дан аспайды, бірақ аспағанмен ол жерде жаңағы айтып тұрмын ғой, кішкене процентный ставкасы кішкене жоғары кредит наличныйға қарағанда. Сондықтан да адамдар көбінесе клиенттер түсінбей жататын содан. Ал қазір жаңағы 90 күннен кейін комиссия жүрмейді деген заң шықты. Бұл да Каспибанкке қатысы жоқ па? Жоқ, ол заңды шын айтсам, мен жақында осы комментарийда бір кісі жазды ғой деймін маған. Шынымды айтсам білмейді екен бұл 90. Бірақ ол заң оған дейін де болған. Себебі 90 күн ғана, яғни банк жаңағы пенясын өсіріп отырады, одан әрі тоқтатады. Одан кейін коллекторский компанияға береді жаңа 90 күннен кейін асып кеткеннен кейін договорда. Содан кейін пеня тоқтайтын еді 90 күннен кейін. Енді оны қазір жаңалыққа бір айтып жүр көп кісі, қандай заңға өзгерсін деп өкінішке орай білмейді екен, бірақ осыған дейін де сол 90 күн ғана өсіп пеня, одан әрі өспейтін. Себебі бұрында болған ғой бұл заң сонда? Бұрында болған, иә. Себебі налоговый кодекста көрсетілген ол 90 күн ғана пеня өсіреді, одан әрі қарай себебі банктерге ол тиімсіз, ол 90 күннен әрі қарай күнде өсіріп отыра бергеннен де мысалы үшін налог төлейді оны. Сол жағынан тиімсіз болып келген осы уақытқа дейін. Енді жаңадан
жаңағы қай заңға өзгеріс енгізген шын айтсам білмейді Қасым екен. Жомарт Тоқаев президенттің тапсырысы бойынша жасалды. Бір комментарийді жазылды не деп. Мен ол заңды білмейді екенмін деп жаздым жаңа кісіге, жаңағы ответ жаздым. Сөйтсем басқа бір кісі оған ответ жазып жатыр. Мынау президентіміз солай айтты, өзінің үндеуінде, бірақ қандай заңға өзгеріс енгенін білмеймін деп. Сонымен мен таңғалатын жағдай емес, себебі оған дейін де ол болды ол заң. Міне коллектор деп отырсыз, есе коллекторларға өтіп кетсе жаңа 90 күннен кейін не істеу керек? Қалай мынау көбінесе мынау коллекторлық компаниялардың, мынау қарапайым халық деп айтайық, қарапайым халық, коллектор компания қалай жұмыс істеу керек екенін білмейді. Сондықтан өз жаңа құқықтарын білмегеннен кейін туындап жатады бұндай түсінбестік жағдайлар. Коллекторлық компания ол күннен 3 рет қана. 3 рет қана, яғни таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін мазалауға сіздің құқығы бар. 3 рет қана. Онда да сізбен асықпай, жаңағыдай бәрін түсіндіріп, то есть спокойный тон деп айтамыз ғой, сондай қарапайым тілмен просто сөйлесу керек. Ешқандай боғауыз немесе сіздің жаңағы неңізге намысыңызға, ар-намысыңызды таптайтындай ондай ұятсыз немесе боғауыз сөздерді айтуға оларға тыйым салған. Ұлттық банк осы 2019 жылы қателеспесем 5 әкімшілік жаза қолданды осы коллекторлық компанияларға. Сон көбінесе адамдар осы маған да комментарийде жазып жатады, сол жаңағы осылай боғауыз сөз айтады, кешкі 6-тан кейін мазалайды, туысқандарын бәрі мазалайды, оның барлығы заңсыз. Біріншіден осылай қалай коллекторлық компания өзінің тыстан шығып кетеді, сол кезде банкке барып жаңағыдай өтініш жазу керек. Өтініш ол сіздің жеке басыңызға қатысты ақпаратты таратпау туралы. Бірінші кезде несие алатын кезде ол заявление дейміз, арызды сіз банкке бересіз, яғни сіздің жеке басыңызға қатысты мәліметтерді банк таратуға құқығы бар деген. Сондай согласие бересіз. Сол согласияны жаңағыдай отменить ету керек банкке барып. Болады ғой, банк қабылдау керек. Ол енді сіздің арызыңызды қабылдамаймын деп айта алмайды, себебі кез келген арызды банк қабылдауға міндетті. Сонымен 15 жұмыс күнінде сізге жаңағыдай өтінішіңізге жауап береді. Егер ол жауабы сізді қанағаттандыратын болса, өте жақсы, қанағаттандырмайтын болса, ұлттық банкке шағымдану керек. Және де осы азаматтарға кеңес беретінім, осындай боғауыз сөздер басталған кезде осы жаңағы әңгімені жазып алуға тырысу керек. Өткенде бір клиент сондай бір қатты ашуланып маған хабарласты, коллекторлық компания оның мамасының, жаңағы анасының жұмысына барып, анасының жұмыскерлерінің жанында тұрып, сенің қызың алаяқ, сондай деп аузына келген айтып кеткен. Ол дұрыс емес, мен міндетті түрде ол кісіге сотқа жүгінуге кеңес бердім, себебі сотқа жүгініп жаңағыдай моральный вред деген нәрсені қазір өндіріп алуға болады коллекторлық компанияда. Ол енді ғана 2019 жылдан бастап келе жатқан, енді ғана қолға алынып жатқан практика, оған дейін коллекторлық компанияларға ондай ешқандай шектеу болған емес. Бірінші жаңағы сұрағым жалғастырсам, өтініш жазғаннан кейін ақпарат таратуға болмайды, таратпаңызшы деп өтініш жазғаннан кейін ары қарай коллекторлер сізге хабарласпай ма, сонда не болады ары қарай? Хабарласады, бірақ сіздің жеке басыңызға қатысты ақпараттармен қолдануға құқы жоқ. Яғни сіз жеке басыңыз дегенде ол жерде мысалы үшін несие рәсімдейтін кезде жұмыс орны, немесе туысқандарыңыздың жаңағы нөмірлерін жазыңыз ғой. Солардың барлығын қолдануға құқы жоқ деген сөз. Сіз банкке уже отказ беріп тұрсыз, согласие беріп тұрған жоқ сіздің жеке басыңызға қатысты ақпараттар таратпауға. Ал коллекторлар жаңағындай боқтық сөз айтқаннан кейін бірден сотқа жүгінген дұрыс па, жоқ әлде жаңағы ұлттық банкке арыз жазамыз ба? Банкке арыз жазу керек, себебі іс жүзінде сіздің несиеңізді коллекторлық компанияға сатты дегенмен іс жүзінде ол сатылған жоқ.
себебі ақша бәрібір банкке түседі, сол банк арқылы төлейсіз несиені. Бірақ коллекторский компания өзінің жаңағы жасаған жұмыс үшін тағы да артығымен ақша алады сізден немесе банктен, иә. Сондықтан да бұл жерде соңғы жаңағы ақша алатын бәрібір сол банкке төлейсіз, сондықтан да банкке міндетті түрде жазу керек ол туралы. Жаңағыдай копиясын коллекторлық компанияға жіберу керек. Сонан кейін жауабын міндетті түрде күту керек. Банктың 15 жұмыс күні ішінде ол банк жауап беруге міндетті. Сол жауап егер қанағаттандыратын болса, жақсы, қанағаттандырмайтын болса ұлттық банкке соның барлық өтініштің барлығын алып, соның жаңағы жауаптарын алып сотқа жүгінесіз.